Всем салют. Сіздермен Әсел. Бұл блогда сіздермен өзімнің бүкіл историямды айтып беремін. Диплом жайында қалай алдым, қалай тақырып таңдадым. В общем, бәрі қалай болды, защита қалай болды. Мені жақта инстаграмға жазып кетсеңіздер болады. Сіздерді күтемін. Бүгін тақырыпта көргендеріңіздей блог диплом жайлы болмақ. Если не знаете, я уже закончила универ. Мен Түркістан қаласындағы халықаралық қазақ-түрік университет, то есть МКТУ-да бітірдім. Мамандығым бухучет, есеп аудит. Защитаға кірамай қалған кезімді бәрін айтып беремін сіздермен. Так что қызық және полезный контент күтіп тұр сіздерді. Кеттік. Ой, стой. Чуть не забыла. Мына жерде таймлайн қоям. Кімге қандай блогтың жері қызықты, сол уақытқа басып, үстіне цифрын кіріп көре аласыздар. Ал ең соңында бүкіл блогты қорытындылап, осылай разговорный контент болады. Ал енді точно бастаймыз. Let's go. Вот мен қазір очередной раз универге келіп жатырмын. Қазір апаймен распечатка істеп алдым, мына қарғаларда бір. Біздің МКТУ-дың библиотекасынан осындай шығартып алдым, мынандай көк сатып алдым, сырты Есави деген. Бүкіл қағаздарды шығарып, енді бар жатырмын апайға тексертуге. Мен қазір библиотекадан шығам ғой. И мен 11 класстың соңында ауылдағы мектепке ауысам, чтобы там ауылский грант ұтып алу үшін алмау деп. Біреу ашеледі да маған. Өйтіп қарасам, 3 жігіт отыр. Тандың ба деп қояды. Ренжімеңдер, кімдер едіңдер десем, сен бізде бірге оқыдың ғой дейді. Ё-май, чуть-чуть неловко не болып қалды. Вот, сондай история. Мен қазір универге келдім. Бізде параллель оқитын қыздармен келіп не қалдық. Оказывается, біздің жетекшіміз бір екен, енді біліп жатырмыз ғой. Бірақ тағайын кезде. Вот, удачи. Пікіріңізді әлі айтқызбаны. Диплом жұмысымды апайларға тексертіп жатырмын. 2 сағат күтіп тексерттік апайға. Мынам бәрі сондай марокко қағазбен. В общем, универден шықтым. Мен тағы келу керек қол қойдыруға. Вот осы жатқан. И одан соң, құдай қаласа, менде защита. Знаете, это так волнительно, даже сөйлемей қалдым. Мен универ бітіп жатырмын. Офигеть. Осы мектеп бітіргенде қатты армандаушы едім. Универді оқып, студенттік өмір сезіну. А вот универімде уже бітіп жатыр. Осындай өзіме жүр алдым. Қайтып барады менде. Day 2. Всем қайырлы күн. Бүгін екінші күн. Жаңағы кеше айтқан осындай документке қол қойдырып, Фортебанктен печать қойдыртып, енді универге бара жатырмын. Университет ачек. Бұл жақта бізде мәдениет сарайы. Бізде главный корпус, ректорат. Вот, осы корпуста мен оқимын. 3-ші этажда. 5-ші этажда біздің кафедра. Ана бетте медицинский. И арғы бетінде уже овальный корпус. Біздің универде лифт бара так. Аңғара бека. Бізден пам. Сеттің сайнасына барлығы сурет кеткен жүр. Мешкен бұл өзі дейін. Универден шықтым. Жұмысым бітпеді, 2 сағат күтіп, дипломды антипагеттен өткен деген, нормаға сәйкес дегенде азаматтарға тексертуге тұрғам, күтіп, таңғы 10-нан бастап. Әлі очередім келмеді, сөйтіп апайларға тастап кеттім. Енді апайлар понедельник күні тексертіп қоятын болды. Айтамын да, біздің куратор, біздің осы кафедраның мұғалімдері бір күшті. 2000 years later. Доброе утро. Бүгін день X. Бүгін диплом қорғайтын күн. Мен түнде презентацияны істеп біттім наконец-то. Бірақ былай қатты дайындаған жоқпын.
Я так волнуюсь. Еще бүгін погодада айтып жатыр 40 градус деп жатыр да. Біздің Түркістанның ыстығы 45 точно болады. Қазір сағат 7:40 кетті таңғы. Бізде 10-да басталады сессия деп ой. Дипломная защита. А вот сейчас бояну тайм. Few moments later. Уже үйден шығып бара жатырмын. Унерге барам. Рахмет. Удачи тілеп жатыр. Екенміндім, қазір кафедраға крем апайға. Пожелайте удачи. Менің группам. Привет, қалайсыңдар? А сен есть? Да, есть. Привет. Ойбай, неғып ұяласыңдар осы? Бұл бізде Ақмарал. Қалайсың? Өзім презентациямды шығарып алдым. Осылай су абалдым. И вот қазір уже басталады сәлден соң. Нашқа презентация өткізіп қойдық. сонымен көпшіліктің комиссияның шешімі бойынша үкімет басы А95 Я сдала. Я защитила диплом. Медикас. Айтарға сөз жоқ ше. Настолько медикас. Эмоцияларды айтамаймын өзім. Это, наверное, самый трудный день в моей жизни. Столько нервов, столько слез. Пота и слез. Үлкен ыстық жаман. Ужас. Өзім духовка сияқты ішінде жүрген сияқты сезініп жатырмын. Жаман қарап жатыр, болып тұрсын. Наконец-то су алдым. Дорога, привет, собой. Привет. А теперь подписчики журнал на колено. Привет, собой. Головой сыротец срамать. Привет. Модель. Видеографтар керек болса, ер сайын бізде. Фотосессия, вторая часть. Теперь орындар ауысты. Мына жақта тоже фотосессия болып жатыр. Мынау түсіріп жатыр. Бүйтіп қояды. Видишь, как говорит, а вот... Блин, вот здесь кәдімгі. Жоқ, осы жерінде қоямын. Класстар, бүгінгі дипломдарың құтты болсын, жемістерін көріңдер. Әр жыл сайын осылай басымыз қосыла берсін, құдай қаласа. Байға кетпесек те қызы. Жаңағыдай қосылмасын, тек қана барлық жақсылықты тілеймін сіздерге. Все, давайте. по отдельности. Бүгінгі тосты Рахматулла Юсайынға береміз. Өте рахмет камерамызға. Ал группаластар мынау бас қосып жиналып отыр. Диплом алған құтты болсын барлығына, жемістерін көре беріңдер. Осы диплом енді 4 жыл арқасынан жүгірдік қой, енді біздің арқамыздан жүгірсін диплом. Вот тілек. Той болса тойға шақырып тұрыңдар, барып тұрамыз. Мейлінше. Сашықтарды қосайық. Алыстыратынды қосайық. Өз айнымасын, тостақтап кіреді. Не дейміз еді басқа, тек жақсылықта басымыз қосыла берсін. Сол үшін Давайте. Мәз Ақмарал.
виски болмады ғой же. Ана чайникке құйылатын еді. Көтерілді. Чайникке құйылатын еді. Арақты тойда. Қойна реме. Қасымена. Халал ма халал. Если как, желание машет, тоқтамай қаласың. Паровозик болады. Короче, Елене деген біздің группадан. Елене бізді тойға шақырасың. Конечно, каждый день. Болды, все болды. Нақта уже дәлелі бар мына жерде. А қыздардан? Нұрай. Іңкар кетеді. Ойбай. Ақмарал бар екен ғой. Ойбай. Іңкар кететін сияқты мен. Іңкар ма? Көкшетауға тойға. Әсел кете боласың. Сәсел жүкті жоқ қой, нұрай кетеді. Қамыс үстінде ұсталдың ғой. Сенің мобилограф досың. В общем, мы себе надо заказ бердік, стейк, салат болады. Мына жақта сообщение болады. Мына жақтың өзінің вайбы бар. С нашими девочками. Точно все, да? В этот раз точно. Точно все. Ұзақ қойсыз. Жоқ, сен айтасың. Қандай сіз? Сен қандай сезесің? Жөнелген де. Жөнелген, сен? Мен де жөнелген. Шөп желген де естім мен. Мына, мен бүйтіп айттым, шөп жеркен дедім. Шөп желген, Сол. маған шөп желген деп келді. Олидан келген. Олиға кетті ғой кәдімгі. Қандай? Землетрясение. Землетрясение? Землеп естідім. Мен. Землетрясение? Землетрясение? Сен. Қамысыз болған? Сен не естің? Сен. Мен сем Мен зим деп едім. Жым келді маған. Кім кінәлі бұл жерде? Жоқ, маған зим деді ғой. Сен деп естің. Сені сүйем деп естің. Сен дедің ма? Мен сені сүйем деп сен деп. Мына жақта кетіп қой, мына жақтан. Ол қайда? Давайте аумин деп жеріңдер. Олықбек, аумин деп жер. Аумин. Өт кетті. Жақсы болды. Бәрін жиналдық. Бәріңе сәттілік. Аумин бол. Ой. Современный аумин. Здесь край, на улице ужас. О май гад. Жара, да? Сарықтап алдық. Ят жоқ қой. Нет, дұрыстап. Аренаға келді группаластармен. Адам. Ау. Нұрай, эмоция көрсетші да, таңғалғанымды. Фонтанға. Вау. Прям 100% актерский мастерство. Все, хватит. Это тоже за шоколад? Именно солдан деп қойсаң. Да. Маленький да удалим? Так, енді бәрін басынан бастап айтып берейін. Бірінші бізде практика болды. Мекемеге барып, сол жақтан практика алмасып, оны біз жақсы қорғап шықтым мен. Каналда видеосы бар, мен қалай қорғаған көрсеңіздер болады, тоже қызық. Екіншіден практиканы жақсылап тапсырып болғаннан кейін бізге апай дипломға тақырыптарды группаға жіберді. Мен өзіме жұмысшылармен, персоналдармен есеп айырысудың бухгалтерлік есебін таңдадым. Тақырыппен мен жүре бердім, как всегда. Наверное, көбісі солай жүретін шығар. Тақырып таңдап алады, болды сосын. И дипломға бір ай қалған кезде мен сияқты қимылдайтын. Мен өзіме жетекші таңдадым. Бізде антиплагиат деген нәрсе бар. Антиплагиат деген сенің жұмысыңның
қаншалықты оригинальность екенін анықтап береді. Егер сен антиплагиаттан өтсең, сен ары қарай защитаға жіберілесің. Егер де өтпесең, оригинальность болу үшін сен интернеттегі нелерді амауың керексің, өзің қосып жазып, кітаптан алып или басқа нәрселерді алып жазасың. Екінші, антиплагиаттың жақсылы өтіп алдық. Бізге почтаға хат келді, ол жағын енді сайттан регистрация өтесің. Ары қарай апайлар өзі бізге түсіндірді. Плагиаттан өткеннен кейін өзімнің дипломымның слайдын жасау керек болды. То есть қорғау кезінде сен презентация жасайсың, соған қарап дипломды қорғап шығасың. Вот осылай болашақ 4-ші курстар, диплом бітіретіндер, универ бітіретіндер, диплом қорғайтындар, құлақтарыңызға алтын сырға. Менің дипломдық жұмысымды соңғы моментте тексеріп, болып тексереді. И то мен в день защиты. Мен келем защитаға. Мен уже қорғам керек та дипломда. А менікі енді тексеріп қойған и айтады, сенің қорытындың салынбаған дейді. Антиплагиатқа причем. А мен не істеймін? Менде паника. Бірақ мен паникамды білдірмедім. Мен ішіме өзімді сендірдім. Бәрі жақсы болады, мен жақсы қорғап шығам. Апайларға, кураторға, өзіміздің апайларға, жетекшілерімізге бәрін звондап, өтінішін жазып, неше түрлі 3-ші этаж бен 5-ші этаждың арасында жүріп, документтермен дипломды бүйтіп ұстап алғам қолыма. Уайымдап мен деген, енді қалай болады енді? Ойлаңыздаршы, мен уже қорғауым керек, а мен сол дипломмен жүрмін. 3 пен 5-ші этаждың арасында. Менікін тексеріп, менікін соңында әйтеуір ол кезде дәл сол күн ыстық болды. Теріліп, сасып, в общем, қиналып, дипломмен құшақтап, бірдеңелер жазып, өтініштер жазып, бүкіл қателерді дұрыстап, қайттан істедім дипломды. Өйткені менде 128 әріп ауысқан деп шығып тұрды антиплагиаттан. А ол әріп ауыстырмау керек. Антиплагиатқа алдында салған кезде. Сіздерге айтайын ба? Ол әріптер менде точка дефис ауысып кеткен. Просто. Оны бүкілін ауыстырып, қорытындысын салып, норматив бойынша дипломды қайттан переделать етіп, қайттан салдық. Өзі 2 ғана попытка болады антиплагиатқа салуға. Бірінші сен саласың, и саған почтаңа хат келеді. Соң антиплагиаттан өтті, сен ары қарай қорғауға жіберілесің деп. Ал менікін тағы да ағайларға тексертіп, сен дипломны защитаға жіберілу үшін қол қою керек, сен жіберілдің деген. Есіме түсірсем андай, дәл сол күнгі эмоциялар менде қазір былай болып тұр. Қысқаша айтқанда, диплом жұмысы болсын, дипломдық жоба болсын, мақұл практика болсын, бірінші апайлармен кеңесіп, алдын ала бәрін істеу керек. Өйткені последний момент, ол последний момент. Қанша нервің кетеді, қаншама эмоция болады. Ең соңғы бол, жаңағы өтініш бәрін жазып, толтырып, қайттан антиплагиатқа жіберіп, одан еще өтуің де өтпеуің де мүмкін ғой сен антиплагиаттан екінші жұмысын салған кезде. Әйтеуір одан өтіп, аман есен. И соңғы болып мен қорғағам өзімдің жұмысымда. Құдайға шүкір, жақсы балға қорғап шықтым. Ағайлар сұрақтар қойды. Сұрақтардың бәріне жауап бердім. И сіздерге мынандай бір нюанс. Защита кезде презентация істейсіздер ғой өздеріңіз жұмыстарыңызға. Сол кезде теория, анықтама, мысалы, осындай деген не дегенді мүлде жазудың қажеті жоқ. Өйткені бәрімізде оны өткізіп жүреді теория деп. Презентацияға тек кесте, осындай тармақталған немесе сондай таблицаларды көп қою керек. И сол бойынша түсіндіріп, сен дипломдық жұмысында ашып бересің. А вот теорияны сразу айтам, вообще керек жоқ қосудың. Презентация беті 10-15 бет. Вот сол қысқа нұсқа таблицамен и соңында қорытынды болады.
вот главное сол қорытынды әдемілеп жасап шықсаң, жақсылап қорғап шықсаң, өзіңе уверенный болып жақсы киініп шықсаң, сен жоғары балл аласың. Қысқаша осылай.